Қалайсыңдар достар, сендермен бірге Flint KZ, және мен бүгін сендерге бір өте қызық механизм көрсетем. Қызық болғанмен бұл Майнкрафтта қолданылмайды. Енді бірдеңкеге өздерін етіп қолданбасаңдар, мен ештеңкеге қолданбаймын бұл механизмді. Яғни бірінші ол үшін бізге липкий поршень керек, камень, красная пыль және блок красной пыли. Ол мындай механизм. Көрсетейін. Өстіп, мынандай қалыпта біз поршеньді қоямыз. Сосын мына поршеньнің оң жағына камень қоямыз. Камень болғанда любой блок бола береді. Міне өстіп қоямыз. Сосын міне өстіп алдына бүйтіп қойып шығамыз. Поршеннің алдын оң жағына кішкене бүйтіп қойып шығамыз. И блок таламызда қызыл мынандай блок таламызда. Сау болыңдар.